Мұқалип кезет медиа порталы ұсынады. Алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум, құрметті жақындар, бауырлар. Баршамыз асыға өткен қасиетті Рамазан айы жақындап келеді. Осы орайда оразаның қадір қасиеті, оның тарихы және де кімдерге ораза ұстау парыз екендігі жайында сөз қозғауды жөн көріп отырмыз. Ораза бұл парсы тілінен енген сөз, алайда ораза араб тілінде соум деген мағына білдіреді. Соум дегеніміз бұл бір нәрседен алшақ тұру, немесе бір нәрседен тыйылу деген мағынаны білдіреді. Шариғаттағы мағынасына келетін болсақ, таң намазының уақытысының кіруімен және күн батқанға дейінгі аралықта ниет ете отырып, Аллахтың тыйған нәрселерінен, яғни ішіп жеуден және ерлі-зайыптылық қатынастан тыйылу болып табылады. Ораза бұл қасиетті Құран кәрімде және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерімен бекіген сондай ұлы құлшылықтың бірі. Оған дәлел ретінде Аллах Тағала Құран кәрімде Бақара сүресінің 185 аятында былай дейді: сендердің араларында кімде-кім Рамазан айын туғанын көрсе, ораза ұстасын дейді. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде ислам діні 5 негізге құралған, Алладан басқа тәңірдің жоқ екендігіне және де Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Аллахтың құлы әрі елшісі екендігіне куәлік келтіру, және де намаз оқу, және де зекет беру, және Рамазан айында ораза ұстау, және шамасы жеткен кісінің қажылыққа баруы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тағы бір хадисінде жаңа туған айды көрген кездерінде ораза ұстаңдар, ал екінші туған айды көрген кезінде оразаны тоқтатыңдар. Ал егер күн бұлтты болып айды көрмесеңдер, онда Шабан айын 30 күнге толтырыңдар дейді. Рамазан оразасы бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мекке қаласынан Медине қаласына хижрет, яғни көшкен кезінде, содан кейін 2 жылдан кейін орын алған. Осы кезде ораза барша мұсылман қауымына Рамазан айы бойы ораза ұстау міндеттелген. Ал біздің алдымыздағы мұсылман бауырларымыз әр айдың 3 күнінде ораза ұстайтын болған. Және де барша пайғамбарлар, олардың үмметтеріне де ораза құлшылығы Аллах тарапынан міндетті болған. Оған дәлел ретінде Аллах Тағала Құран кәрімде Бақара сүресінің 183 аятында былай дейді: сендердің алдарыңдағыларға ораза парыз етілген секілді, сендерге де ораза ұстау парыз етілді. Бәлки осы себептен тақуалыққа, Аллахтан қорқуға жетерсіңдер дейді. Демек, бұл аяттармен біздер ораза құлшылығының Аллахтың алдында үлкен мәртебеге және де үлкен сауапқа ие екендігін біле аламыз. Енді осы үлкен мәртебеге ие болған қасиетті құлшылық кімдерге парыз екендігін айтып өтетін болсақ, бірінші мұсылман болу. Мұсылман болу дегеніміз Аллахтың бар әрі бір екендігіне сенген, және де Аллахтың жаратқан барша періштелеріне сенген, сондай-ақ Аллах тарапынан келген барша кітаптарға сенген, сонымен қатар Аллах Тағаланың жіберген пайғамбарларына сенген, және ақырет күніне, яғни өлгеннен соң қайта тірілетіндігіне сенген, және соңғысы тағдырға жақсылықтың да жамандықтың да бір Аллахтан келетіндігіне сенген кісіні мұсылман деп атаймыз. Егер осы айтылған нәрселердің біреуіне де болсын біздер сенбейтін болсақ, немесе оны тескерге шығаратын болса, онда ол адам мұсылмандық шеңберінен тысқары болады. Енді бірінші шарты мұсылман болу болатын болса, екінші шарты бұл ақыл-естің дұрыс болуы. Егер адам ақыл-есінен ауысқан, шынданған болатын болса, ол кісіге Рамазан оразасын ұстау міндетті емес. Үшінші, яғни ораза міндет болудың үшінші шарты бұл балиғат жасына толу. Балиғат жасы деп отырғанымыз бұл ер баласында 12 жастан бастап, қыз баласында 9 жастан бастап, егер ерлік және әйелдік белгілері көрінетін болса, онда ол балиғат жасына толған болып саналады. Бұл кезде оларға ораза ұстау міндетті болады. Ал егер бұл жағдайлар, яғни ерлік және әйелдік белгілер 12-9 жасында көрінбеген болса, онда 15 жастан бастап
әрбір ер және қыз баласы балиғат жасына толған болып табылады. Егер үйіміздегі бала шағамыз балиғат жасына толмаған болатын болса, онда оларды Рамазан айының оразасын үйрету мақсатында шамалары келгенше ораза ұстатуымызға болады. Яғни бір күн ұстатсақ та, немесе 3 күн, немесе толық оразаны ұстауға шамасы жетсе, оны ұстатуымызға болады екен. Енді осы айтылған 3 шарт кімнің бойына табылған болса, ол кісіге ораза ұстау міндет болып табылады. Яғни мұсылман болу, ақыл-естің дұрыс болуы және балиғат жасына толған. Енді осының сыртында кімде-кімнің Рамазан айына жетіп, денсаулығы болмай ауырған болатын болса, ол сол ауырған күндерінің қазасын кейін, жазылғаннан кейін өтеуі керек болады. Одан кейін сапардағы кісілерде егер тұрғылықты жері мен сапарға шығатын орынның арасы 90 километрден асқан болатын болса, онда ол кісілер сапар иесі болып табылады. Міне осы кісілерге ораза ұстамауына болады. Алайда сапар ешқандай қиындық тудырмаған болатын болса, онда ол кісілердің оразаны ұстағаны абзал болып табылады екен. Және де әйел кісілерге қатысты болған мәселе, егер әйел кісілерде нифас, яғни босанғаннан кейінгі уақыт және де хайыз күндері, яғни етеккір күндерінде ораза ұстауларына болмайды. Және емізулі баласы болған, немесе жүкті болған әйел кісілерде олар жағдайына қарайды. Егер балаға ешбір зияны келмейді деген ойда болған болса, ол кісілер оразасын жалғастырса болады. Ал егер баланың денсаулығына қауіптенген болса, ол кісілер оразасын тоқтатып, кейін мүмкіндігі болған уақытында қазасын күнге күн өте болады. Аллах тағала баршамызды қасиетті Рамазан айына жетіп, қасиетті болған, ұлы болған құлшылықты баршамыз бірге орындап, Аллахтың разылығына қауышып, үлкен сауаптармен шығуды нәсіп етсін. Ва ахири дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.